Сәлем достар, бүгін осындай керемет бупипай дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып, ағын жақсылап көпіртіп аламыз. Осылай көпірген соң қант қосып тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне қою болғанша араластырдық. Енді жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да араластырамыз. Сосын шоколад пен сары майды ерітіп, оны да араластырамыз. Достар, шоколад таңдағанда Қазақстан шоколадын немесе кондитерлік дүкендерден килограммды шоколад алып қосыңыздар. Корждардың қара болуы тікелей шоколадқа да байланысты. Шоколадты араластырып болған соң, онға какао мен разрыхитель қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Ұнды мөлшерден көп қосып жіберуге болмайды, өйткені массамызға шоколад қосылған соң тез қоюланып, жайылуы қиын болады. Міне массамыз дайын болды. Енді 5 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Достар, видео ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда бұдан да керемет рецепттермен бөлісемін. Қолдап жатқан жандарға алдын ала рахмет. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін крем-чизге сахарный пудра және де сливкидің азырақ бөлігін қосып, іртігі кеткенше миксерлеп аламыз. Іртігі кеткен соң қалған сливкиді қосып, қою болғанша миксерлейміз. Міне креміміз дайын. Енді әр корждың арасына крем жағып, барлығын жинақтап аламыз. Міне корждарымызды жинап алдық. Енді сыртын крем жағып тегістеп шығамыз.
Міне торттың сыртын тегістеп алдық. Енді кремнің артылғанына тортқа арналған бояу қосып, осылай әрлесеңіздер болады. Немесе шоколад тағы басқа заттардан өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Ал тортымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ, күшті болып шығады.